Сәлем баршаңызға, қыстың қамын жаз ойла дегенде дәл қазір дәл осы видеода менімен бірге жасаңыздар. Ал кеттік. Бүгін сіздермен көпшілікке ұнайтын және сұранысқа ие қызанақ, қияр, тәтті бұрышты қызанақ шырынында, яғни томатный сокта жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап менімен бірге жасаңыздар. Алдымен чесноктың түбін кесіп, суға салып қоямыз, оңай тазалану үшін. Сосын біздің қызанақтарымыз жақсы піскен болу керек, шіріген, іріген емес. Барлығын жуып тазалап, бөліктерге бөліп, ет тартқыштан өткізіп шығамыз барлығын. Помидорный сок жасағандағы ең маңыздысы қызанақтың етті болуы өте маңызды, сонда шырыны да жақсы шығатын болады. Ал енді осында картоп, пияздың осында қызыл сеткасымен тазалап жуып алып, ет тартқыштан өткізілген қызанақтарымызды осылай сүзіп шығамыз. Ал ситодан өткізетін болсаңыздар өте ұзақ уақыт алады және өте қиын. Осылай жақсылап суын шырынын шығарып алып, ішіндегілерін тастап жуып қайта қолдана беруге болады. Міне барлығын өткізіп алдық. Оттың астын қосып, банкіге салынатын заттарымызды жуып тазалап аламыз. Чеснок, қызанақ, қияр, тәтті бұрыш, стерилденген банкілерімізге ішіне барлығын рет-ретімен салып шығамыз. Міндетті түрде қақпағы да, банкі де стерилденген болуы қажет. Егер қатты ащылау қаласаңыздар, ащы бұрышты 3-4-еуден салуларыңызға болады. Чеснокты салды, қара бұрыш, лавр жапырағы, укроптың зонтик құрғаған түрі. Шақтарында сындырып салуларыңызға болады, дәмі шығады. Егер болып жатса, хреннің жапырағын салсаңыздар да болады. Қиярлар күтерлеп тұру үшін. Осылай шет-шетіне тәтті бұрыштарды салып шығамыз. Барлық заттардың мөлшері өз қалауларыңызша. Қызанақты көп болған қаласаңыз, қызанақ көптеу қосасыз, немесе қияр, немесе тәтті бұрыш деген сияқты. Міне барлығын сиғанша салып алды, қақпағын жауып, біздің шырынның қайнағанын күтеміз. Қайнаған соң 3-4 ас қасықтай тұз салып, араластырып, 1-15 минуттай қайнатамыз. Банкіге ешқандай тұз салмаймыз. Сосын банкілеріміздің барлығына құйып шығып, қызанақтың бетін жауатындай болып тұруы керек. Бізге осы 5 банкіге 7 килограмм қызанақтың соғы кетті. Сіздер енді көптеу жасайтын болсаңыздар, тағы да еселеп жасай бересіздер. Міне барлығын жақсылап орап, қалың етіп орап, 40 минут 1 сағат шамасында қалдырамыз. Уақыт өткен соң қайта ыдысымызға шырынымызды төгіп, қайта қайнатамыз барлығын. Осы қайнаған кезінде тұзын көріп, егер тұз аз болып жатса тұз саласыз, ешқандай қант, уксус қоспаймыз. Осылай жақсылап қатты етіп қайнатып, банкілерге қайта құйып, барлығын жауып шығамыз. Банкінің ішіне салынатын заттар өз қалауларыңызша. Қияр салмасаңыз да болады, тек қызанақ, тәтті бұрышпен, немесе капуста қосып жасауға болады. Енді ары қарай өз қалауларыңызша. Банкілерімізді жауып шығып, төңкеріп, үстін қалың көрпемен орап 1 суткаға қалдырамыз. Міне біздің суығаннан кейінгі соктарымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Көпшілікке ұнайтыны сөзсіз, аса қиын емес. Кейінгі видеоларда кездескенше сау болыңыз.